Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз мұсылманның үшінші қасиетті орны болып саналатын және Миғраж түнінде пайғамбарымыз Алланың оған салауат сәлемдері болсын көкке көтерілген ұлық мекенді кресшілердің, яғни христиандардың қолынан азат еткен әділ патша және жауынгер қолбасшылардың бірі Салахуддин Аюби жайында және ол салдырған тау басындағы Ажлун немесе Салахуддин деп аталатын қамал туралы сөз қозғамақпыз. Сол үшін біз Иордания мемлекетінің солтүстік облысы болып табылатын Ажлунға бет аламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Міне біз Бәни Ауф тауының шыңындағы Сұлтан Салахуддин Аюбидің тікелей бұйрығымен қолбасшы Айззуддин Усама салған Салахуддин қамалына келіп жеттік. 900 метр биіктікте орналасқан бұл қамал 1184 жылы кресшілер әскерін бақылау үшін және Шам мен Хижаз арасындағы қажылық жолдарының тыныштығын сақтау мен байланыс жолдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында салынған болатын. Және бұл Салахуддин Аюби үшін Құдысты азат етудегі алғашқы қадамдардың бірі еді. Себебі дәл осы қамалдың мұнараларынан тынық күндері сол қасиетті мекен анық көрінетін. Енді Салахуддиннің кім болғандығы және батыстың да, шығыстың да тарихында есімі алтын әріптермен жазылатындай бұл қолбасшының қандай жетістіктерге жеткендігіне аз ғана тоқталып өтетін болсақ. Аюб ұлы Юсуф, яғни лақап аты Салахуддин, милади жыл санауымен 1137 жылы, ал хижри жыл санауымен 532 жылы Ирактың солтүстігіндегі Текрит қамалында күрд отбасында дүниеге келді. Әкесі ірі саясаткер, ал ағалары Зеңкелер әулетінің жауынгер қолбасшылары еді. Бірнеше мәрте әкесінің інісі Асадуддин Ширакомен бірге Мысырдағы Фатимилер, яғни шиағалар халифатына шабуыл жасап, ақырында тас талқанын шығарып, тарих сахнасынан жоқ қылды. Және Мысырды мұсылман сүнниттеріне, оның ішінде имам Шафии мазхабына қайтарып, бұл жердегі үлкен ірі оқу орындары мен ауруханаларды ашты. Себебі христиандар мен мұсылмандар арасындағы толассыз соғыстардың нәтижесінде жаралылардың саны өте көп еді. Осылайша Шам мен Мысырды және Хижаз бен Йеменді бір тудың астына, яғни өзі құрған Аюби мемлекетінің төңірегіне жинап, бала күнінен бері арманы болған қасиетті Құдысты христиандардың қолынан азат етуге бел байлайды. Осы орайда 1187 жылы Табария көлінің батыс бөлігіндегі Хиттен елді мекенінде, яғни біз тұрған жерден шамамен 60 шақырым алыстықта кресшілермен кездесіп, тарихтағы ұлы шайқастардың бірі Хиттен шайқасы орын алады. Христиандардан 64 мың, ал мұсылмандардан 25 мың әскер қатысқан бұл соғыста 30 мың христиан әскері мерт болып, 30 мыңы тұтқынға түсті. Және осы соғысты сипаттап, тарихшы әлі ислам әлемінің үлкен ғалымы имам Захаби бұл соғыс сахабалардан кейін көрілген Шам еліндегі ең ұлы соғыстардың бірі деп айтты. Міне осы шайқастың қолбасшысы Салахуддин кресшілерді ойсырата жеңіп, мұсылмандарға қасиетті Құдысты қайтарады. 1099 жылдан бері ешбір қолбасшының шамасы жетпеген осы қасиетті мекенді 1187 жылы Салахуддин осылайша азат етеді. Және біз тұрған мына осы қамал сол соғыстан 3 жыл бұрын салынған болатын.
тарихта патша болып тағында көп отырмаған, әрі өмірінің көп бөлігін ат үстінде соғыс майданда өткізген Салахуддин 1193 жылы Меккеден келе жатқан қажыларды күтіп алу үшін Дамаскіге ат басын бұрады. Және осы сапарында ауруға шалдығып, қажылармен кездескен кезде осы жылы қажылық өтей алмағанына қатты қынжылып жылайды. Осы аурудың нәтижесінде 1193 жылы Дамаск қаласында 57 жасында Салахуддин дүниеден өтеді. Осылайша ғұламаларға әрдайым жақын болған және халықтан салық алуды тоқтатып, керісінше соғыстан түскен олжаларды халыққа таратып берген Салахуддиннен өмірдің өткен кезде өзге патшалардай артына мал-мүлік қалдырмағандығы және де тірі күнінде бойынан сараңдығы білінбегендігі айтылады. Үмметтің үлгі тұтар ұлы тұлғасы, әлі жау жүрек қолбасшысы Салахуддинді Алла тағала мейіріміне бөлесін. Салахуддин Аюбидің жасаған ерліктері мен исламға сіңірген еңбектерін бір бағдарламаның ішінде айтып тауысу мүмкін емес. Сондықтан алдағы бағдарламаларымызда бұл ұлы тұлға жайында тағы да толығырақ айтуға тырысамыз. Бағдарламаның келесі санында жүздескенше Алланың амандығы болсын.